Әлемде шынымен де әйгілі үйлер өте көп. Олар өз тарихымен қорқынышты болады. Бүгін біз сіздерге әлемдегі ең қорқынышты үйлердің екінші бөлімін ұсынатын боламыз. Сонымен кеттік. тоқсаныншы жылдардың басында жергілікті кәсіпкерлерге арналған мұнарадан бастағым келеді. Бұл Ресейдегі ең биік жеке ағаш ғимараттардың бірі. Осы уақытқа дейін бұл ғимарат құламастан әлі тұр десек те болады. 19-шы жылдары Беленгарияда салынған қонақ үй. Бұл қонақ үй қазіргі уақытта туристерге арналып өте жақсы табыс әкелуде. Сіздер бұл қонақ үйдің қай жері қорқынышты деп отырған шығарсыздар. Негізінде бұл бір бизнесменнің қонақ үйі болатын. Ол өлер алдында өзінің 3 баласына осы қонақ үйді мұра еткен. Әрине балалары әкесінің өсиетін орындауға тырысты. Дегенмен уақыт өте келе олардың арасында жанжалдар көбейе бастады. Біреулері ақша үшін, ал біреулері қонақ үйдің иесі болғысы келеді. Сонымен бұл оқиға олардың бірінен соң бірі қайтыс болумен аяқталды. Сөйтіп бизнесті жалғастыратын ешкім болмады. Және қонақ үйдің айналасындағы ауылдардың тұрғындары бағалы заттарды ұрлап алғаннан соң бұл қонақ үй құлдырады. Және сол жердегі тұрғындардың айтуы бойынша қонақ үйден бір сыбырлаған дауыстар естіледі дейді. Уэверли Хилл шипажайы. Бұл шипажай бұрын туберкулезбен ауыратын науқастарға арналған жер болыпты. ақш-тағы ең қорқынышты орындардың бірі. Қабырғаларда паранормальды белсенділік өте жоғары деп есептеледі. Әсіресе ол ғимарат бастапқыда өлім туннелі деп аталған. Бірақ неліктен олай аталғаны белгісіз. Белмес үйі. Бұл үй Испанияда орналасқан әлемдегі ең қорқынышты үйлердің бірі. Мұнда басқа үйлер сияқты елестер жоқ. Бірақ үйдің қабаттарында бір тылсым құбылыс бар. Қабырғалардан адамның бет бейнесі пайда болады және жоғалып кетеді. Бірақ ғалымдар бұл үйді зерттеп көрді. Нәтижесінде еденнің химиялық және ауа ылғалдылығының салдарынан еденнен және қабырғадан адамның бет бейнесі пайда болады екен. Сан Хуан Парангарикутиро. Бұл жер Мексикадағы лаваның қасында орналасқан және жанартау арасында атқылап тұрады екен. Мексикалықтар жылына бір рет жанартауды тыныштандыру үшін құрбандық жасайды екен. Ал бұл Атлант мұхитындағы Айзакки аралы. Аңыздарда айтылғандай 19 ғасырда бір кеме осы аралда апатқа ұшырайды. Нәтижесінде сол кемеде кішкентай бала ғана тірі қалады. Бірақ ол бала 1969 жылы сол аралда із-түзсіз жоғалып кетеді. Айтпақшы, бұл арал Бермуд үшбұрышының аумағында орналасқан. Алайда ол баланы дауыл алып кетуі мүмкін. Оссуар қонақ үйі. Орта ғасырларда оба ауруы миллиондаған адамның өмірін алып кеткен болатын. Және өлген адамдардың көбісін осы қонақ үйдің жертөлесіне тастаған болатын. Бұл қорқынышты үй 1922 жылы Сан-Хосе қаласында салынған. Бұл үй әйгілі винтовканы ойлап тапқан Оливер Винчестердің ұлы Уильям Винчестердің әйелі Сара Винчестердің үйі. Үйдің қызметшілердің айтуы бойынша бұл үйде бір емес 3 елес өмір сүретінін айтқан болатын. Сара Винчестер бір кездері үйден жұмбақ нәрселерді көрген және ол бірден экстрасенске барып осы қорқынышты бәлелерден құтылғысы келетінін айтқан болатын. Ал экстрасенс болса бұл үйге елестерге арналған бөлмелер салу керек дейді. Қуама бірдеңе. Бірақ қазіргі уақытта бұл үйде 150-ден астам бөлме мен 50 жатын бөлме бар. Осылайша бұл үйде бірде-бір елес қалмапты және анда-санда осы үйге туристер келіп тұрады екен. Бұл қорқынышты үй Англияда орналасқан. 19 ғасырда бір қайғылы оқиға болған болатын. Монахтардың бірі өзінің көршісіне ғашық болып, кейін аяғы ауыр болып шығады. Осы істегендері үшін екеуі де ауыр жаза алатын болған. Ер адам зынданда өлтіріліп, ал әйел адамды қабырғаға соғып өлтірген болатын. Осы оқиғадан кейін бірнеше жыл өтеді. Генри Булл деген кісі ол үйді бұзып, орнына басқа үй тұрғызады. Одан кейін бұл үйде Генридің әкесі мен отбасы өле бастайды. Және Генри бұл үйден кету керек деп шешеді. Және одан кейін бірнеше жылдардан соң бұл үйге Гарри Прайс деген зерттеуші келеді. Ол үйге келіп бірден зерттей бастайды. Сөйтіп зерттеп жатырғанда үй толығымен өртеніп, жанып кетеді. Солай 1939 жылы бұл үй толығымен жойылады.
1852 жылы Англияда орналасқан осы ауруханада қиын науқастар мен ақыл есінің кемістігі бар адамдар болды. Жалпы аурухана жақсы пайдаланыпты. Бірақ 1989 жылы мекеме жабылады және дәрігерлерге сол жерге барып медициналық құралдарын алу керек болатын. Бірақ барса ол жерде ештеңе жоқ. Тіпті бірнеше рет осы жерге өрт сөндірушілерді шақырған, бірақ өрттің белгісін таппады. Солай бұл оқиға жұмбақ күйінде қалады. Сонымен достар, егер де сіздерге осы видео ұнаса, әрине лайктарыңызды басып, арнаға тіркеліңіздер және бүгін сіздерге қай үй қорқынышты болды, сонда комментке жазып кетіңіздер. Бүгінге осы, аман сау болыңыздар.